саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде 5-ші дәріс зардап шеккенге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек тақырыбы. Бұл жерде көріп отырғанымыздай біз өмір тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының зертханасындамыз. Бізде арнайы робот тренажеріміз бар. Осы сабақты кішкене тәжірибелік тұрғыда көрсетіп, бірақ дәріс ол дәрістік сабақ, бірақ тәжірибе ретінде көрсетуге сіздерге осы мәліметтер өмірде қажет болады деп ойлаймын, бірақ Құдай сақтасын ондай болмасын. Дегенмен кездейсоқ жағдайлар, төтенше жағдайлар ешқашан алдын ала адам баласына айтып келмейді. Сол себептен біз әрқашанда осы пәнді өткеннен кейін, сіздер осы пәнді игеріп алғаннан кейін, осындай сондай жағдайларға душар болған кезде, сондай жағдайларға куәгер болған кезде, осындай зардап шеккен адамдарға алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті көрсете біле алатын, кішкене болса да көрсетіп істей алмасаңыздар да, не болса да кішкене соның ықпалын тигізіп осы зардап шеккен адамға көрсете білу ең басты алғашқы іс-шараларды хотя бы орындау деп айтамыз ғой, соларды неғұрлым хотя бы соны орындауға үйрету, көрсету. Бұл жерде бұндай жағдайда, зардап шеккен жағдайда, жалпы төтенше жағдайда, экстремалдық жағдайда адам баласының ең басты факторы болып психологиялық оның тұрғысы, психологиялық күйі болып саналады. Өйткені кейбір адамдар қаннан қорқады, кейбір адамнан жалпы есінен танған адамға жақындауға қорқады. Сондай жағдайлар, жайттар өте көп. Барлық адам бұл нәрсені істей алмайды да, бұл голливудтық бейне фильмдерде ғана әдемі көрсетіледі. Біреу зардап шеккен шығарып алады, 2-3 рет оған мынандай алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді, тікелей емес массаж жасайды, ол өзіне келіп қалады дейді. Бірақ дегенмен бұл іс-шара нақты бүгін біз қарастыратынымыз, осы робот тренажеріміз болған себебі осы жүрек өкпе реанимация іс-шараларын қалай дұрыс жасау. Ал қалған материалдарды біз тәжірибелік сабақтарда біз игеріп алатын боламыз. Ол жерде қанды қалай тоқтату, аяқ-қол, сүйек сынғанда қалай көмектесу деген сияқты, ол жерде әртүрлі экстремалдық жағдайда зардап шеккен адамдарға қалай дұрыс көмек көрсету біз тәжірибелік сабақ өтеміз. Бүгін бізде лекцияның тақырыбы алғашқы дәрігерге дейінгі көмек. Осы зардап шеккенге нақтылап айтқанда жүрек өкпелі реанимация. Бұл жерде көптеген өзінің ерекшеліктері бар, соны мен сіздерге көрсетемін, және де қалай іс-шараның дұрыс орындауын көрсетемін. Мысалы ретінде бір жағдайларды аламыз, оны күрделетеміз, сіздер мұқият тыңдап отыруларыңызды сұраймын. Одан кейін тапсырмалар беріледі. Әрқайсысы жаңағы осы мәліметті не істеу керек, өзінің түсінгенін, мені айтып бергенімді не істеп дәптерге көшіру керек болады. Одан кейін ол тәжірибелік сабақта сабақ айтасыздар, балдарыңызды жинақтайсыздар. Енді біз бастаймыз. Мынандай жағдай, біз куәгер болып қалдық, бір аялдамада, бір жерде, жүрген бір жерімізде бір куәгер болдық, бір адам өзінің есінен танып қалды, немесе құлап қалды, немесе жол көлік апат болып қалды дегенде, ол жерде ең басты тұрғыда біз өзіміздің басымызды алып қашуға болмайды. Не болса да зардап шеккен адамға біз міндетті түрде көмек көрсету, кетіп қалуға болмайды. Қойшы, басқа адам бар ғой деп. Сол мысалы 10 адам сөйтіп айтатын болса, басқа адам бар ғой деп. Мына байғұс зардап шеккен адам, көмекке мұқтаж адам, көмекті дер кезінде ала алмай қалуы мүмкін. Сондықтан жаңа біздің жағдай, таңертең шықтық оқуға, аялдамада кетіп бара жатсақ, аялдамада біреу ұйықтап жатыр, секілді ұйықтап жатыр, немесе есінен танып қалды. Қазір трендке айналған білесіздер, ұялы телефонды алып, оны обязательно не істейді, видеоға түсіреді. Ондай енді ол совсем адамгершілікке жатпайды. Дәл сол ұялы телефоныңды алда 103-ке звондасаң, ана жақта оператор алады,
қана сөйтіп сізге сұрайды қай жерде не болды не қалай сіз айтасыз ойбай мен мына жақта асығып жатырмын ол жаққа бір адамды жіберіңіз мен айтып жатырмын мен білмеймін кетіп бара жатып көріп қалдым сол мәліметтің өзі жеткілікті құрметті студенттер сол мәліметтің өзі жеткілікті немқұрайлы қарап кетпеу керек немқұрайлы қарап кетпеу керек ол жерде сіз айттыңыз да бір 10-15 минуттан кейін келеді жоғары мамандандырылған мамандар дәрігерлер келеді оған көмегін көрсетеді түсінікті ғой иә ал мынандай жағдай болып қалған біз алыс жолға кетіп баратып бір жерде куәгер болып қалып біреудің жол көлік апаты ішінде жалғыз адам жаңағы отыр өзінің есінен танып қалған сізден басқа ешкім жоқ сондай да болып қалуы мүмкін ғой сондай жағдайда біз не істейміз мына адамды шығарып телефонға алдық ұялы телефон қарасақ қырсыққандай не жоқ байланыс жоқ ондай болады ғой сондай кезде адамды не істейміз біз ыңғайлы жерге шығарып алып жатқызамыз түзу жерге жатқызамыз иә адамды и сосын осыны орындау үшін біз не дейміз мәлімет жинақтауымыз керек бірінші адамға сол көмек керек па немесе керек емес па деген сияқты оны қалай білеміз бұның адамның денесінде жаны бар ма әлде өмір сүріп жатыр ма өмір сүріп жатқан жоқ па соны біліп алуымыз керек оны білу үшін бізде кішкентай ғана іс-шаралар ол қандай жүрек қағысын тексеру оның әртүрлі жолдары болады жалпы дененің жаңағы өмір сүріп жатыр ма дене әлі суып қалған өліп қалған дене емес па деген сияқты осындай кішкентай ғана іс-шара ол бірінші біз не істейміз мына пульсыны шынтағын тексеру жай ғана басып енді көбінесе мына мойынын тексереді ұйқы безіне мына жеріне жай тигізсеңіз пульс болса ол жақсы бұл адамға ешқандай көмек керек емес немесе бүйтіп денін тексеріп кәдімгі құлақпен тыңдап көру немесе құлақпен жүрек жағына жақындап тыңдап көрсеңіз егер жай болатын болса онда бұл адамды міндетті түрде жайлап көтеріп машина жаңағы көлікке салып ең жақын жаңағы аудан ба ауданның медпункті ма дейді ғой ауданның ауруханасы ма бір ауылдың ауруханасы ма тез арада жеткізу керек немесе ұялы телефон байланысы шыққан жерге дейін тездетіп жеткізу керек сонда уже жоғары мамандар болады ал егер де жаңағы тексеріп көрдіңіз ештеңе жоқ және де бір жолы телефонды біз өзіміздің фонарін қосамыз сосын не істейміз фонарь қосылып тұрады мына фонарь қосты көзіне кәдімгі жақындатамыз жарықты егер де қараш жарық келген кезде кішірейтін болса одан кейін алып жаңағы ұялы телефонды әкететін болып жаңағы алып тастаңыз қарашық не істейді үлкейеді бұл себеп бұл жағдай адам әлі есінен танған бірақ мына денеде жаны әлі тірі деген сөз бар бірақ оны дер кезінде не істеуге жаңағы жоғары мамандандырылған медициналық мекемеге жеткізу керек енді біз жағдайды күрделете береміз бұл жерде жүрек қағысы жоқ демі жоқ жаңағы көзінде ешқандай реакция беріп жатқан жоқ сонда біз орындайтын неміз іс-шарамыз жүрек өкпелі реанимация олар жүрек өкпелі реанимация екі іс-шарадан тұрады бұл тікелей емес жүрекке массаж одан кейін жасанды дем беру енді тікелей емес массаж орындалу реттілігі сыртқы киімі болатын болса қыс мезгілінде сыртқы киім болса біз оны сыртқы киімін шешіп мына футболкаға дейін көйлекке дейін дегендей не істейміз кәдімгідей мына қолды былай мынау тұрғыда ұстап тіземен тұрып кәдімгі сәл ғана мынау дәл ортасы сәл ғана сол жаққа қарай иә міне қолдарымыз түзу 10 рет массаж жасаймыз бар салмағымызбен біз жасамаймыз жайлап жасау керек ол массажды 10 массаж естеріңізде сақтаңыздар неге бар күшпен жасауға болмайды өйткені біз бар күшпен басатын болсақ мынау өкпе қуысы мынау өте жұмсақ болып келеді мына қабырғаларды сындырып жіберуіміз мүмкін сондықтан сол кішкене ерекшеліктері осыны есте сақтау керек бұл тікелей емес массаж келесі бізде жасанды дем беру екіге бөлінеді бұл ауыздан ауызға ауыздан мұрынға значит қай кезде біз ауыздан ауызға береміз
ауыз қуысы иә таза болған кезде, ешқандай бөгде заттар болмаған кезде біз ауыздан ауызға бере аламыз. Өйткені тағы да егер де мынау жаңағы соққы немесе қанталап қалған болуы мүмкін, аузының ішінде қан болуы мүмкін, немесе мына тістер қандай болуы мүмкін, алмалы салмалы тістер болуы мүмкін. Ондай адамдар бар ғой? Бар, әрине. Егер де зақым мына жерге кәдімгі жаққа немесе ерін жыртылып кеткен болуы мүмкін, ондай жағдайда біз ауызбен мұрынға береміз. Егер де өзінің тістері, ауыз қуысы тап-таза болатын болса, онда ең тиімді бұл ауыздан ауызға дем беру. Енді дем берудің реттілігі, мысалы, ересек адамда, мен сияқты ересек адамда, спортсмен емес, кәдімгі жай қарапайым адам, бұлай толық дем алғаныңыз 800 бен 1200 мл арасында өпкенің көлемі. Ал кейбір адамдарда, ол спортсмендер, кейбір адамдар олар не істейді, әрқашанда машықтанады, жаттығу жасайды, олардың өпкесінің көлемі қанша болуы мүмкін? 1500-ден 2000-ға дейін баруы мүмкін. Ондай жағдайда сіздер ойлаңызшы, орташа ересек адам, ешқандай спортсмен емес, мысалы мен спортсмен, бар немен өкпем ауа жинады да 2000 немесе 1500-1600, ананы 700-800 мл. Сол бар күшімен төлейтін болсам, онда біз өкпесіні істейміз мүмкін, жарып жібереміз мүмкін, жыртып жібереміз мүмкін. Ары қарай зақым жейміз. Оны әрқашанда естеңіз. Бұндай жағдайда бұл адамды біз танымаймыз, кім екенін білмейміз, біздің жағдайда. Сонда біз мынаның толық ауа қараңыздар, мен дегенде 900 мың деп алайықшы, 1000 мл, толық. Жартысы соны 500. Ана 500-ден өтпе жаңағы зақым тиді. Ол міне толық, мына жартылай. Соның өзі жеткілікті. Енді мынау жүрек өкпелі реанимация орындалу реттілігі 7-8 тікелей емес массажға бір рет дем беру. Қазір көрсетемін. Сосын ең тағы да ұмытпай кететін зат, мынау демді тікелей берген кезде, жасанды дем берген кезде, мынаның зақымданған адамның мойнының астына жалпақ тас па немесе сыртқы киімді бүктеп кішкентай жастықша жасап қою керек. Өйткені дем беретін кезде біз маңдай басып, бүйтіп шалқайтуымыз керек басын. Не үшін? Мына жерде трахея бар. Осы өңешті трахея ашады, ауа жақсылап келеді. Ондай жағдайда егер де қол астында тез арада зат таба алмасақ, онда ең тиімді біз кәдімгі өзіміздің аяқ киімімізді шешіп, мынаның астына бүйтіп қоюға, былай да жасауға болады. Мысалы, былай қойдық, мұны көтеріп тұрып, бассаңыз, басы шалқайды. Енді біз бастаймыз жаңағы. Міндетті түрде дем беруді, жаңағы жүрек өкпе реанимацияны дем берген кезде, не істейміз? Өзіміздің жеке гигиенамызды сақтау үшін не бір орамал шаба, немесе қағаз салфетка міндетті түрде өзіміздің жеке гигиенамыз үшін мұрнын жауамыз, ауыздан ауызға біздің жағдайда біз бастаймыз. Массаж, 10 рет айттым, 10 рет басамыз, орташа шамада 1 рет дем береміз. Қарап отырыңыздар, санаймыз, ауызша кәдімгі дыбысымызды шығарып санаймыз, өйткені біз өзіміз естуіміз керек, шатасып қалмауымыз керек. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұрнын қысамыз, толық дем осының жартысы. Өкпе қуысы қайттан орнына келеді, өткенше ауамен толып жатыр, қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Осы іс-шара
массаж және де жасанды дем беру. 3-4 рет жасағаннан кейін, мен 3 рет жасадым, біз қайтадан іс-шараларды қайтадан тексеріп шығу. Ол не? Пульс тексеру, телефонды қосып, жарықты жақындату, немесе мына жақтан пульс тексеру, немесе тыңдап көру, немесе құлақпен кәдімгі демі бар ма, демі жоқ па. Және де бір оңай бұл жолы, кәдімгі аузын жауып тұрып, телефонның бетін алып келсек, егер де оның демі сәл ғана болса да, зақымданған адам, ол жерде телефонның беті не істейді? Терлене бастайды, булана бастайды. Біздің жағдайда бұл адам кішкене болса да реакция пайда болды. Құрметті студенттер, сіздерге бұл мәлімет өмірде қажет болмасын ешқашан, бірақ біліп жүрген жаман емес, біліп жүрген артық емес деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, абай болып жүріңіздер.